Шымкент қаласы Әл-Фараби аудандық сотында Молдабай Сәдібековке қатысты сот процесі өтті. Белсендігі 272 баптың 2 бөлігі бойынша айып тағылып отыр. Елімізге белгілі заңгер аманат комиссиясының төрағасы Абзал Құспан аталған сот процесінің өте маңызды екенін айтады. Бүгінгі жалғасын тауып жатқан сот процестері өте маңызды, өйткені осы 272 баптың 2 бөлігімен тағылған айыптар бойынша өзіне тағылған айыпты мойындамайтын Молдабай Сәдібеков және Ерғали Көлбаев есімді азаматтардың процесі бүгін ол несімен маңызды? Осы кезге дейін республиканың басқа өңірлерінде осы тағылған айыпты мойындамай отырған азаматтарға қатысты іс әлі сотта басталған жоқ, сотқа түскен жоқ. Тергеу органдары ұстап отыр. Шамасы біріне-бірі қарап отырған болу керек деп ойлаймын. Сондықтан енді бүгінгі мынау осы сот процесі егерде осы азаматтарға қатысты бас бостандығынан айырумен байланысты емес жаза тағайындайтын болса, ол басқа өңірлерге де сот тәжірибесі ретінде өте маңызды рөлге ие болмақ. Өйткені біз енді Қазақстанда бір қылмыстық кодекс, бір қылмыстық процестік кодекс, тиісінше сот тәжірибесі де бірдей болу керек. Бірінен бірі анау айтқанда айнымау керек. Сот тәжірибесі деп отқан тағайындалатын жазаға қатысты айтып отқан мәселе. Ал енді Молдабай есімді азаматты мен өз басым жеке танимын, білемін, жеке танығанда қалай тергеу изолятор жағдайында кездестік, сөйлестік. Ол азаматты мен бір қоғамға қауіпті адам деп есептемеймін. Молдабай Сәдібековті де, Ерғали Көлбаевты да бір қоғамға қауіпті, қоғамнан алыстатуды қажет ететін қылмыскерлер деп есептемеймін. Күндердің күнде, замандардың заманында дәл мына желтоқсаншыларды біз қалай батыр деп ұлықтап жатырмыз, дәл осы қаңтар оқиғасына қатысқан азаматтық белсенділерді біз батыр деп төбемізге көтеретін күн туады. Ал қазіргі таңда ең маңыздысы ол азаматтардың бас бостандығынан айыру жазасына тағайындалып кетпеуі. Белсендінің інісі тағылып отырған айып бойынша ешбір дәлел жоқ. Қала берді бас жарып, адам өлтірген айыбы жоқ. Сондықтан босатуын талап етеміз дейді. Сәдібек Молдабайда сол жаңағы жаппай көтеріліске шыққаны туралы жаңағы енді не деп айыптап отыр ғой, тәртіп бұзушылық деп жаппай. Соған қосты ана полиция ұрды деген, оның бірақ ешқандай дәлелі жоқ, свидетелі жоқ. Ол өткен сотта енді сізге қайсы болсаңыз да болады деген, Молдекенге қазір енді Жаңаөзенді қолдаған туралы жалпылама мағлұмат сондай болып бағыны, бірақ Шалкет, Назарбаев кет деген туралы шамалы айтты енді 20-сына қалды деп тұрды. Заңдылықтар өздері біледі ғой, бірақ сонда енді бас жарып адам өлтірген қылмысы жоқ қой, соны енді білмеймін әйтеуір 20-сына қалдырылды ғой. Талабым сол бостандыққа шығарса ешқандай жазығы жоқ. Иә, бостандыққа шығарса. Бостандыққа шығарып берсе болды.